Қарғыста ұрпақ қуалайды. Видеоны көрмес бұрын арнаға жазылып алыңыз. Видеолар шығып тұратын болады. Бірде үйге бір қыз келіп, шешесінің тез арада келуімді өтінгенін айтты. Өзі үрпиіп, қатты қорқып тұр. Тез киініп, үйдегілерге ескертіп, әлгі үйге бардым. Барсам, ол үйдің жанында 2 жедел жәрдем машинасы тұр. Кереуетте жасы 40 шамасындағы әйел жатыр. Үсті басын тырналап, киімдерін жыртып тастаған әйел аласұрып жатыр екен. Мен оны сабасына түсіретін дұға оқыдым. Ол тынышталып, біраздан соң ұйықтап кетті. Дәрігерлер біраздан соң әйелді ауруханаға әкетпек болды. Мен оны ақырында ояттым. Ол бірден, ой, апа, келдіңіз бе? Мен сізді шақырттым ғой, естідіңіздер ме? Әкем қайда деп сұрады. Оның әкесі 20 жыл бұрын қайтыс болып кеткен екен. Әкем қайда? Ол мені ертіп кетпек болып еді ғой, деді ол. Мен оған, әкең енді сен 70-ке толғанда келетін болып кетті. Жүр, ауруханаға барайық. Сенімен бірге мен де барамын десем, ол, апа, ана кісілерге айтыңызшы, мен ауруханаға бармаймын. Тыныштық берсін, ұйқым келіп тұр деді. Мен дәрігерлерге жағдайды айтып түсіндірген соң олар қайтып кетті. Зояның ұйықтап оянуын күтуіме тура келді. Ол ұзақ күттірмей, 1 сағаттай уақыттан соң ұйқысынан сергек оянды. Сөйтіп маған сырын айтып берді. Жағдай былай болған екен. Бірде ол әлдебір себеппен Алматыда өзіне пал аштырыпты. Сонда палшы, үйіңде кілем үстінде ілулі тұрған суретің бар екен. Сол суреттің реңі бұзылғанда қайтыс боласың депті. Арада жарты жылдай уақыт өткенде әлгі сурет тұрған жерінде өзінен өзі бұзылады. Су тиді ме екен деген күдікпен фотографға суретті көрсеткен. Ол суреттің өздігінен бұзыла бастағанын айтады. Содан мұның көңіліне уайым түсіпті. Жүйкесі жұқарған. Мен оны тауықпен қандап, 11 күн оқып, ауруынан айықтырдым. Әйелдің өзі жақсы адам. Таза жүреді, 2 қызы бар. Бір қызын жасында машина қағып кетіп, аяғы сынған. Соның салдарынан бір аяғы протез екен. Екінші қызым бір нашақор әйел сабап, 2 қабырғасын сындырған. Қорқыныштан стресс болып көзі нашарлаған. Мұның бәрі не үшін? Өзімнің түрім мынау, деп мұңайды ол. Әкең қандай қызметте істеген еді деп сұрадым. Ол әкесінің милицияда істегенін айтты. Мен ойлаймын, оның әкесі қызмет барысында әлдебір себеппен қарғыс алған болуы мүмкін. Қарғыс күші өзінен өтіп, баласы мен немерелеріне жеткен. Адам дүниеден күнәлары кешіріліп өтуі тиіс. Қарғыс кейінгі ұрпаққа өтпес үшін. Дуа деген не кітабынан үзінді.